Балалардағы баспаның ерекшеліктері. Балалардағы баспа ересектерге қарағанда жиі кездеседі және кейбір ерекшеліктерге ие. Негізгі ерекшеліктері жиі қайталану, яғни балалардың иммундық жүйесі әлі толық қалыптаспағандықтан, олар басқа балалармен жиі араласатындықтан баспамен жиі ауырады. Екінші, асқыну қаупінің жоғарылығы. Балаларда баспаның асқынулары, мысалы, ревматизм, гломерулонефрит сияқты аурулардың даму қаупі жоғары. Үшіншіден, белгілердің айқындылығы. Балаларда баспаның белгілері ересектерге қарағанда айқынырақ болуы мүмкін. Олар қатты қызу, тәбеттің төмендеуі, ұйқының бұзылуы сияқты белгілермен қатар, мінез-құлқының өзгеруімен де көрінуі мүмкін. Төртіншіден, қосымша аурулардың болуы. Балаларда баспа жиі басқа жұқпалы аурулармен қатар жүруі мүмкін. Балалардағы баспаның белгілері: тамақ ауруы, әсіресе жұтқан кезде; қызба, бадамша бездердің ісінуі және қызаруы; бадамша бездерде ақ немесе сары түсті жабынның болуы; мойын лимфа түйіндерінің ісінуі; тәбеттің төмендеуі; бас ауру, әлсіздік, ұйқының бұзылуы. Балалардағы баспаны емдеу. Біріншіден, антибиотиктер бактериалды инфекцияны емдеу үшін қолданылады. Екіншіден, қабынуға қарсы дәрілер қызбаны төмендету және ауырсынуды басу үшін. Үшіншіден, жұтқыншақты шаю, тұзды сумен немесе шөп отварымен шаю қабынуды азайтады. Төртіншіден, абильді жылы сусындар шырышты қабатты ылғалдандырады. Балалардағы баспаның алдын алу үшін не істеу керек? Жеке бас гигиенасын сақтау, қолды жиі жуу, ауыз қуысының гигиенасын сақтау, суық тиюден сақтану, жылы киіну, сызба желден сақтану. Иммунитетті нығайту, яғни дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйқы, физикалық белсенділік. Келесі, ауру балалармен қарым-қатынасты уақытша шектеу. Сізге ескерту: балаңызға өз бетінше дәрі бермеңіз. Әрбір жағдайда дәрігерге қаралу қажет.